Қайырлы кеш баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге биік әрі өте дәмді болып шығатын бисквиттің рецептін ұсынғым келіп отыр. Бұл бисквиттен 6 корж шығады, яғни 2 торт жасасаңыздар болады. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Бізге бұл бисквитті жасау үшін 2 үлкен ыдыс керек болады. Осы ыдысымызды алып, фейримен жақсылап көбіктеп, шайып аламыз. Содан соң салфеткамен ішін міндетті түрде құрғатамыз. Ішінде бірде-бір су тамшысы қалмауы керек. Содан соң бізге 5 жұмыртқа қажет. 5 жұмыртқаны ақ уызынан сары уызын айырып аламыз. Яғни ақ уызын бір ыдысқа, сары уызын бір ыдысқа бөлеміз. Ақ уызына сары уызы түсіп кетпеуі керек. Сары уызына ақ уызы түсе берсе, ештеңке етпейді. Және де бұл бисквитқа қолданатын ингредиенттердің барлығы бөлме температурасында тұрса, сіздің бисквитіңіз өте жақсы көтеріледі. Шекеріміздің жарты бөлігін сары уызға, жарты бөлігін ақ уызға қосамыз. Шекеріміздің барлығын ақ уызға қоса салмаймыз. Ең алдымен миксердің жылдамдығын жай жылдамдықтан жоғарылата отырып, ақ уызымызды сәл көпіртіп аламыз. Көпіре бастағаннан кейін шекерімізді 6-7 бөлікке бөліп, ақ уызымыздың ішіне қосамыз. Осылай шекерді сала бастағаннан біздің ақ уызымыз өте жақсы көпіре бастайды. Осылай 6-7 минут миксермен араластырамыз. Біздің ақ уызымыз аппақ қар болу керек. Шекердің барлығын бірден сала салмаңыздар. Міндетті түрде 6-7 бөлікке бөліп салыңыздар. Ал сары уызымызға шекердің барлығын сала берсек болады. Енді сары уызбен шекерді жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Мен осылай 4-5 минуттай миксерледім. Енді ішіне сұйық ингредиенттерімізді құямыз. Сұйық майымызды құямыз және де 5-10 секундтай миксерлеп аламыз. Енді бізге кипяток керек болады. Кипятокты да құйып, бірден миксерлейміз. Біздің жұмыртқамыз пісіп кетпеуі керек. Кипятокты құйғаннан кейін осылай барлық жағын біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Бізде құрғақ ингредиенттер міндетті түрде ситадан өткізуіміз қажет. Ситадан өткізбесеңіздер, онда сіздің бисквитіңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Ең алдымен ұнымызды саламыз, содан соң ішіне крахмалымызды қосамыз. 20 грамм какаоны қосамыз. Менде көріп тұрғандарыңыздай барлық ингредиенттерді ситадан өткіздім. Бұның өзі бисквиттің көтерілуінде үлкен рөл ойнайды. Енді осындай қопсытқышты қолдандым мен. Қопсытқыш сіздерде жақсы қопсытқыш болу керек. Егер сіздің қолыңызда қопсытқыш жақсы болмаса, онда аздап бір шай қасықтың ұшындай сода қосып жіберсеңіз болады. Енді барлығын жақсылап біркелкі болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Бұл бисквитті негізінде венчикпен шығара алмайсыздар. Міндетті түрде миксердің көмегі керек. Осымен менің қамырым дайын. Енді жан-жағын тазалап, тағы да бір рет миксерлеп жіберемін. Көріп тұрғандарыңыздай, менің ақ уызым мен шекерімді миксерлеп болдым. Осындай аппақ қардай болды. Ыдысты төменге қарай төңкерген кезде ішіндегі түсіп кетпеуі керек. Дайын болғанын осыдан біле аласыздар. Енді
Осылай екі массаны бір-біріне араластырамыз, бірақ барлығын бірден құйып жібермейміз. Қою массамызға осылай бір лопатканы бірінші салып, жақсылап араластырамыз. Бұны бірден тез араластыруға болмайды. Дәл осы видеодағыдай жай астынан үстіне қарай араластыра бересіздер. Енді қою шоколадный массамызға екі лопатканы саламыз да, тағы да араластырамыз астынан үстіне қарай. Біз осы қою массамызға бірден барлығын салып жіберсек болмайды. Ақырындап, асықпай, жай-жай салсақ, біздің бисквитіміз өте жақсы көтеріледі. Мына жақта мен видеоны тездетіп жібердім. Бірақ сіздер бұлай араластырмаңыздар. Екі массаны қосқан кезде міндетті түрде лопатканың көмегіне жүгініңіздер. Қасықпен немесе венчикпен, миксермен араластыруға болмайды. Міне осымен менің тестам дайын. Қоюлығын өздеріңіз көріп тұрсыздар қандай болғаны. Өте керемет болып шыққан. Мен осындай екі форма қолдандым. Сіздер бір формаға пісірмеңіздер, себебі бір формаға пісіретін болсаңыздар, онда сіздің тестаңыз көтеріліп, ағып кетуі мүмкін, тасып кетеді. Сондықтан да мен екі формада пісірдім, 20 сантиметрлік. Енді осымен менде екі бисквит шығады, яғни екі торттың бисквиті шығады. 170-180 градуста 40 минут пісіріп алдым. Осымен менің бисквитім пісті. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілген. Осылай ең алдымен фольгадан босатып аламыз. Жан-жағын пышақтың көмегімен кесіп, бисквитімізді формадан босатамыз. Дәл солай екінші бисквитімізді де шығарып аламыз. Сіздер бұл бисквитті тортқа пайдалансаңыздар да, трайфлға пайдалансаңыздар да болады. Және де осы рецептпен пирог жасасаңыздар да болады. Себебі дәмі өте керемет болып шығады, және де өте жұмсақ болып шығады. Құр өзін отырып, шаймен ішуге де болады. Осымен менің бисквиттерім дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де дәл мен айтқандай жасайтын болсаңыздар, сіздің бисквитіңіз өте дәмді болады. Аз болсын.